Армысыздар, ардақты азаматтар, құрметті біздің Facebook сүйер және YouTube сүйер қауым. Сіздермен мен жас бос арнайы көзілдірік үшін бүгін өте бір керемет сәт болып тұр. Себебі бүгін тәуелсіз арнамызда мемлекеттік қызметкерлермен еркін форматта бүгін эфир алдында шығып жақсы сұхбаттасамыз деген оймен. Бүгін бізде қонақта Бекжан ағамыз өзін қазір толыққанды түсіндіретін болады, таныстыратын болады. Бүгінгі жалпы осы Қазақстан бойынша бөлініп жатқан білім гранттары әрине барлық азаматтарды жоғарғы оқу орындарына түскенмен құттықтаймын. Бірақ оқуға түсе алмай қалған жастардың, яғни жеткіншектердің көңіл күйлерін түсірмей, біздің Қызылорда облысындағы мемлекеттік гранттарды қолдануға болатын. Сондай-ақ колледждерде көптеген гранттар бар екені ол белгілі, бірі білсе, бірі білмеуі мүмкін. Сондықтан осы эфирді пайдалана отырып сіздерге толыққанды ақпарат беруге тырысатын боламыз. Сөз кезегіміз Бекжан аға, өзіңізді толыққанды түсіндіріп, таныстырып айтып өтсеңіз. Дұрыс, енді бірден біз облысында емес, республика көлеміне тоқтала кетсек, биылғы жылы біздің осы еліміздегі мектеп бітіруші түлектердің техникалық және кәсіптік білім алуына Қазақстан бойынша 128 мың мемлекеттік тапсырыс бөлініп отыр. Оның ішінде әрбір өңірдің өзінің жергілікті бюджеттен бөлінетін қаражаты бар. Содан кейін елбасының мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес биылғы жылы білім және ғылым министрлігі кәсіптік білім беруге байланысты 45 мың орын мемлекеттік тапсырыс бөлініп отыр. Бұл республикалық бюджеттен. Сосын әрбір өңірдің өзінің жергілікті бюджеттен сол жастардың кәсіптік білім алуына беретін мемлекеттік тапсырыстары бар. Енді біздің өңірге келетін болсақ, жыл сайын бізде осы 9 және 11 сыныпта бітіруші түлектердің жұмысшы және орта буын мамандығын алуына 3108 орын мемлекеттік тапсырыс бөлінеді тұрақты түрде. Биылғы жылы жаңа айтқан 45 мың орынның ішінен 1600 орын осы сыр еліне бағытталып отыр. Жалпы биылғы жылы 2022 жылы біз жоспарлап отырмыз мемлекеттік тапсырыс негізінен 4708 мектеп бітіруші кәсіптік білім алуға келеді. Енді өзіңіз білесіз, құжат қабылдау науқаны басталып кетті. Мамыр айының 25-нен бастап, осы тамыз айының 25-не дейін арнайы құжат қабылдау. Бұл жерде құжат қабылдау электронды түрде егов порталы арқылы жүзеге асырылып жатыр. Осы уақытқа дейін барлық ата-аналар, мектеп бітіруші түлектер өздерінің құжаттарын осы электронды түрде тапсырып жатыр. 4 қана құжат тапсырады. Бірден айта кетейік, осы уақытқа дейін құжат тапсырмаған азаматтар болатын болса, бұл жерде өтініші арнайы формадағы, одан кейін мектепті бітірген туралы білімі туралы құжаты, 3-4 фотосурет және медициналық анықтама. Бұған дейінгі біз осы жұмысшы және орта буын мамандықтары бойынша құжат қабылданып, қазір шығармашылық емтихандары уже аяқталып, оқуға түскендері белгілі болып жатыр. Оның ішінде жұмысшы мамандығына ешқандай емтихан болмайды. Егер де мамандыққа мемлекет тапсырыстан көлем асып кететін болса, талапкерлердің ол тек қана әңгімелесу арқылы оқуға түседі. Ешқандай емтихан, түсу емтихандары деген жоқ. Ал мына орта буын мамандықтары бойынша біздің талапкер 4 оқу орнын және 4 мамандық таңдауға мүмкіндік бар. Былтырғы жылдан бастап осы кәсіптік білім беру жүйесіне енгізген жаңалық деп айтуға болады. Осы уақытқа дейін емтихандар болатын болса, оқуға қабылдау. Қазір емтихан деген жоқ, 4 мамандық таңдайды, 4 оқу орнын таңдайды. Шығармашылық емтиханнан бөлек, бұл кісілер жаңағы шығармашылық емес басқа мамандықтар тапсыратын болса, ол жерде конкурстың кезінде аттестаттың орташа балы негізге алынады, басшылыққа алынады. Енді мысалға мектепте оқып жүргенде мектепте арнайы күнделік деген электронды платформа бар. Әрбір түлектің, мектеп бітіруші түлектің сол 11 жыл бойы болмаса 9 жыл бойы алған негізгі бағалары сол күнделік электронды платформасына енгізілген. Ал құжат қабылдайтын бізде электронды не бар, платформа бар, Smart Nation деген Smart Nation деген платформа. Сол арқылы құжатын тапсырған кезде, конкурстың кезінде сол мектептегі оқыған балдары орташа балы бейініне сәйкес, мысалға 9 сыныпта бітірушілер қазақ тілі болмаса орыс тілі, сосын бейініне сәйкес 2 мамандық. Ал 11 сынып бітіргендер қазақ тілі, орыс тілі және Қазақстан тарихы, сосын таңдаған пәніне бейініне
сәйкес тағы бір 2 пән орташа балды шығарады дағыны конкурс электрондық платформа өзі анықтап береді. Бұл жерде талапкер мен колледждің арасында ешқандай байланыс контакты жоқ. Енді бұл жерде тағы нақты айта кету керек, былтырдан басталды оқуға құжат тапсырған талапкерлерге арнайы 9 квота белгіленген. Яғни осы 9 квотаға кіретін талапкерлердің конкурстың кезінде мүмкіндігі бар. Мысалы 2 баланың конкурстағы балы бірдей болған кезде осы 9 квотаға кіретін талапкердің егер де арнайы сондай жеңілдіктер болса басымдық сол жаққа беріледі. 9 квота дегеніміз бұл мысалы бірінші, екінші топтағы мүгедек бала жасынан мүгедек, мысалға ұлы отан соғысы соған теңестірілген отбасынан шыққан балалар, Қазақстан азаматтығы жоқ, бірақ ұлттық қазақ азаматы, кәмелетке толмаған 4 жастан 4 баладан асқан отбасы, мысалы көпбалалы отбасынан шыққан балалар. Осы сияқты егер құжат тапсырған кезде біздің әрбір оқу орнында қабылдау комиссиясы бар, әрбір талапкерге 9 квотаға қайсысына кіреді. Егер де сондай анықтамалар болатын болса, мысалы жетім, тол жетім, көпбалалы отбасы, бала жасынан мүгедек, жаңағы бірінші, екінші топтағы мүгедектер туралы арнайы өздерінің куәліктері бар беріледі. Солар құжат тапсырған кезде қоса өткізу керек. Басымырақ болады ғой. Басымырақ болады. Жаңа айтқанда екі талапкердің құжаты орташа бірдей болған жағдайда сол 9 квотаға кіретіндерге арнайы басымдық беріледі. Бұл жерде сосын ауыл квотасы деген бар, ауыл жастарына арнайы үлкен қолдау білдіріп жатыр кәсіптік білім алуына. Бұл дегеніміз соңғы бірнеше жылдың көлемінде жастардың осы жұмысшы мамандығын кәсіптік білім алуға деген ынтасы артып келе жатыр. Оған қоса біздің өңіріміз демографиялық өсім жағынан жақсы. Соңғы жылдары мысалы 9 сыныпты бітірген балалардың саны артқанынан көруге болады. Мысалға былтырғы жылы 13 мыңнан астам 9 сынып бітірсе, биылғы жылда 15 мыңға жуық бала 9 сынып бітіріп отыр. Келесі жылы 16-17 мың. Жыл сайын 1000-1050 бала артық бітіріп жатыр. Бұл деген сөз 9 сынып бітіргеннен кейін. Әрине балалардың басым көпшілігі 11 сыныпта аяқтайтын жоғары білім алуға барады, бірақ дегенмен де сол жаңа өзіңіз айтқандай 11 сыныпты бітіріп, егер де ұлттық бірыңғай тесттен шекті балл жинай алмаған балаларымыз бар бізде. Солар осы тамыз айында ұлттық бірыңғай тесттің қорытынды жеңімпаздары анықталғаннан кейін барып, содан бізге оқуға келіп жатыр. Оларға бізге ұлттық бірыңғай тесттің қорытындысы керек емес колледжге. Жаңа айтқан орта оқу мамандығына келген кезде аттестаттың орташа балы ғана есепке алынады, сосын 9 квотаға өзінің белгіленген шекті жеңілдіктері бар. Жақсы, рахмет. Енді сіздерде жалпы осы біздің қазір Қызылорда бойынша техникалық педагогикалық мамандықтарға, колледждерге жалпы қандай мамандықтар көбіне басымырақ сұранысқа ие болады? Жалпы жылда енді сіздер білесіз. Ақпарат ретінде айта кетейін, біздің Қызылорда облысында өзі 30 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымы бар. Оның ішінде 17-сі мемлекеттік, 13-і жекеменшік. Енді осы 30 білім беру ұйымда қазіргі таңда 97 мамандық, 163 біліктілік бойынша 19692 студент білім алды. Енді оның ішінде 11 мыңнан астамы, 11553-і мемлекеттік тапсырыс, қалғандары ақылы негізде білім алып жатыр. Енді педагогика саласы өте білесіз ең керекті сала, өйткені біздің өңірімізде соңғы бірнеше жылда мемлекеттік тарапынан және сосын жекеменшік білім беру ұйымдары ашылып, осы педагогика саласына, оның ішінде мысалға бастауыш білім беру деген сияқты, қазақ тілі мен орыс тілі әдебиет пәні мұғалімі, шетел тілі, информатика пәні мұғалімі деген сияқты. Сосын бізде мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, балабақша. Бұл балабақшаға мектепке дейінгі білім беру ұйымының әдіскері деген мамандықтар осыған сұранысты негізі білім басқармасы анықтамайды. Біздің облыстың, аймақтың еңбек нарығының қажетті мамандықтар тізбесін облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама басқармасы, одан кейін облыстық кәсіпкерлер палатасы анықтап, жылда осы мемлекеттік тапсырыс орналасатын мамандықтардың тізбесін анықтап береді. Сосын бұл мамандықтарға мемлекеттік тапсырысты арнайы облыс әкімдігі жанында комиссия бар.
комиссия төрағасы, облыс әкімінің орынбасары, комиссия құрамына мемлекеттік органның қызметкерлері, сосын жаңа айтқан кәсіпкерлік палатасы, сосын бізде білім сапасын қамтамасыз ету департаменті бар, жұмыс істеуші кәсіпорын, мәслихат депутаты деген сияқты министрліктің бұйрығына сәйкес түрлі саланың жауапты қызметкерлері енгізілген. Сол облыстық комиссияның шешімімен, сосын жаңа аймаққа қандай мамандар қажет ескеріле отырып, әр мамандыққа белгілі дәрежеде мемлекеттік тапсырыс орналастырады. Осы уақытқа дейін біз мемлекеттік тапсырыста оқу орнына бағыттап келсек, қазіргі 2 жылдан көлемінде оқу орнына мемлекеттік тапсырыс берілмейді. Біз 20 жылдан бастап әрбір колледж мемлекеттік тапсырыспен мамандандыру оқу орындары жан басына шаққанда қаржыландыру жүйесіне енгізілді. Бұл дегеніміз студентпен бірге қаржы деген сөз. Егер де сіздің оқу орныңызда мамандықты студент талапкер таңдаса, талапкермен бірге сол оқу орнына қаражат барады. Яғни талапкерлер таңдайды бұл жерде оқу орнын. Көрдіңіз бе? Мемлекеттік тапсырыс тікелей сол қаражат студентпен талапкермен бірге баратын болғаннан кейін қазір оқу орындар арасында бәсекелестік қалыптасқан, оқу орны материалдық техникалық базасы, педагогтардың әлеуеті, одан кейін тағы студенттерге жасалған әлеуметтік жағдай, жатақхана, асхана, басқа деген сияқты. Бұлардың барлығы сол әрбір оқу орнының маман дайындау бағытында бәсекелестікке қабілетті ма, түсе ала ма деген мәселе келгенде, бұл бәсекелестіктің артып сапалы білім дайындауға үлкен мүмкіндігін береді. Бұл жерде айта кететін тағы бір мәселе бар. Оқу орындарының материалдық техникалық базасы қаншалықты сапалы жасақталса, маман дайындаудың көрсеткіші сапасы солғырын артады. Бұл жерде жастар жылына байланысты елімізде жас маман жобасы жүзеге асырылды 20 және 21 жылдары. Оған байланысты республикалық бюджеттен 57-58 миллиард қаражат бөлінді. Сөйтіп біздің еліміз бойынша 180 колледж, мемлекеттік колледждің әрбір өңірдің еңбек нарығына қажет маман дайындайтын оқу орындарының материалдық техникалық базасы жабдықталды. Енді біздің өңіріміздің осы 180 колледждің қатарына 10 колледж енгізілді. Сөйтіп мемлекет тарапынан 2,7 миллиард теңге қаражат бөлінді. Сөйтіп Аралдан бастап Жаңақорғанға дейін және Қызылорда қаласында орналасқан 10 колледждің материалдық базасы заманауи құрал жабдықтармен қамтамасыз етілді. Қажетті техникалармен қамтамасыз етілді. Өйткені мысалы бала теориялық білімін практикамен өндіріспен ұштастыру үшін сол материалдық техникалық база соған сай болу керек. Осы уақытқа дейін білесіздер, тәуелсіздік алғаннан бері біздің колледждеріміздің материалдық техникалық базасы колледждердің өз табысынан есебінен ғана жабдықталып келді. Соншалықты қажетті қымбат құрал жабдық техниканы алуға мүмкіндік болған жоқ. Соңғы 2 жылда 20-21 жылдары өте үлкен қажетті маман дайындауға құрал жабдықтар алынды. Осы жас маман жобасы 2 деп биылғы жылда жалғасын табатын болады. Оған еңбек алған тағы да 5 мемлекеттік колледж осы республикалық бюджеттен бөлінетін қаражат есебінен материалдық базасы жабдықталатын болады. Бұл негізі сапалы маман дайындаудың бірден-бір көрсеткіші. Енді өзіңіз білесіз, біздің өңіріміз аграрлық саладан қазір индустриялық инновациялық өңірге айналып келе жатыр. Өйткені осы Аралдан бастап осы Шиелі, Жаңақорған барлық аудандардағы жүзеге асырылған, әсіресе Қызылорда қаласындағы инновациялық жобаларға қажет маман дайындау біздің бүгінгі күннің басты мәселесі. Әсіресе оңтүстікте орналасқан біздің Шиелі, Жаңақорған аудандарында қазір тау-кен металлургия саласы қатты үлкен қозға алынып жатыр. Маманға деген қажеттілік сұраныс қалыптасып жатыр. Осы бірнеше жылдың көлемінде біз өздеріңіз білесіздер, Шалқия кен өндірісі қайтадан қолға алынып жатыр. Шиелі ауданында ванат өндірісі, тампонажы, цемент шығару, уран, мұнай мәселесі өндіріс саласына. Осыған келгенде біз Шиелі ауданында, Жаңақорған ауданында пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу, пайдалы қазбаларды жер астында өңдеу деген сияқты мамандықтарды ашып, маман дайындауды қолға алып кеттік. Бұл сол өндірістерді іске қосқан кезде біздің мамандарымыз дайын болу қажет. Өзіңіз білесіз, бірнеше жылдың көлемі өтті. Біздің Қызылорда қаласында шыны талшықтарын өндіру
завод іске қосылады деп жоспарланған. Біз соған кезінде облыс басшылығы тарапынан тапсырма беріліп, арнайы мемлекеттік лицензиясы алынып, Әбдікәрім атындағы, Әбдікәрім атындағы Қызылорда агротехникалық жоғары колледжінде осы мамандық бойынша 78 баланы арнайы мемлекеттік тапсырыспен оқытып дайындадық. Егер де шыны завод іске қосылатын болса, толыққанды орта буын мамандары дайын жұмысқа. Оның енді бірнеше жыл ғана қазір жұмысқа орналасып жатыр. Толыққанды іске қосылған кезде бұл салаға байланысты мамандар дайын. Сонымен қоса біздің ауыл шаруашылығы саласына қатысты мысалы тракторист, машинист деген мамандық бойынша маман дайындап жатыр. Автокөлік жөндеу слесарь деген мамандық, қызмет көрсету саласына байланысты аспазшы, тігінші деген, шаштараз, ағаш тасы деген сияқты, қонақ үй шаруашылығына, туризм саласына байланысты. Соңғы жылдары біз балық шаруашылығына байланысты қазір сұраныс артып келе жатыр. Осыған байланысты Арал индустриялық колледжінде және жаңа айтқан Қызылорда агротехникалық жоғары колледжінде маман дайындауды қолға алдық. Сонымен қоса ауыл шаруашылығында агроном деген мамандық бар, ветеринарий деген мамандық бар. Соңғы бірнеше жылда біз көкөніс өсіруші мамандығында, сосын жылыжайға байланысты осы мамандықты да біз оқытуды қолға алып отырмыз. Орман шаруашылығы, қорық шаруашылығы. Енді қай мекемеден, қай жұмыс беруші кәсіпорыннан сұраныс түсіп, біз соны дайындап беруге міндеттіміз. Осы кәсіптік білім беру саласына білім беру бағдарламаларын жаңарту, дуалды оқыту жүйесінен енгізу, модульді кредиттік технология бойынша маман дайындау, академиялық дербестік деп жатырмыз. Бұның барлығы жұмыс берушімен осы оқу орны арасында байланыс, яғни жұмыс беруші тікелей өзі тапсырыс бере алады, оқу бағдарламасын дайындауға өзі қатыса алады. Яғни өзіне қажетті маманды сапалы дайындау үшін оның теориялық білімдерін оқу орны берсе, ал оқу өндірістік іс тәжірибесі кәсіпорын жұмыс беруші кәсіпорын базасындағы оған сапалы өтуіне, одан кейін сол кәсіпорын базасында іс тәжірибені өту барысында оған қосымша еңбекақы төлеу, бітіргеннен кейін жұмыспен қамтамасыз ету мәселесі қазір үлкен қолға алынып тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жақсы. Енді жалпы қазір стипендия біздің балалардан көбісі енді әңгіменің расы керек. Біз осы уақытқа дейін енді қоғамның ортасында жүргеннен, елдің ортасында жүргеннен, сіздер де оны жақсы білетін шығарсыздар. Енді көбісі осы оқу орындарға осы мамандық бойынша емес, тек осы стипендияға бола қызығушылықпен баратындар болады. Сосын кейбір мысалы оқу орындарында студенттердің оқуға келуі, келмеуі деген сияқты дүниелер бар да. Соны сіздер қаншалықты сіздер сараптап, мониторингтік жұмыс жүргізіп стипендия үшін келеді деген дұрыс емес шығар. Өйткені 9-шы сыныпты бітірген бала егер де орта буын мамандығына конкурспен келетін болса, ол өзінің қалауы деген сөз. Енді жұмысшы мамандығын әрине бірден айта кету керек. Біздің жаңа айтқан 19 мың, 20 мыңға жуық контингенттің ішінде негізгі 10 бала келетін болса, соның 7-8-і жаңа айтқан әлеуметтік аз қамтылған отбасы, жетім көп балалы отбасынан шыққан, яғни әлеуметтік қолдауды қажет ететін отбасының балалары. Әрине оған шәкіртақы алу өте маңызды. Енді біздің өзіңіз есіңізде болар, бізде елімізде 17-21 жылдары еңбек бағдарламасы жүзеге асырылды. Бұл бағдарлама бойынша егер де оқуға түскен бала білім үлгерімі төмен болса да стипендия алды. Яғни 3 алса да белгілі бір дәрежеде белгіленген стипендия алып отырды. Ал мемлекет тапсырыс жергілікті бюджеттен бөлінгеннен кейін бұда бірінші сыныпқа түскен, бірінші курсқа түскен бала алғашқы 4 ай міндетті түрде барлығы шәкіртақы алады. Сосын қаңтар айында қысқы сессияның қорытындысымен егер де баланың үлгерімі 3 болатын болса, ол шәкіртақыдан қалады. Сосын егер де сол жазғы семестрге дейін қайтадан өзінің үлгерімі жақсы болып 4-ке 5-ке оқыса, ешқандай кедергі жоқ. Үлгерімі жақсы кезінде арнайы приказ шығарып қайтадан шәкіртақы алуға байланысты. Бұл жерде әрбір студенттің біліміне, өзіне байланысты шәкіртақы алуы, алынбауы. Енді бұл жаңағы мемлекет басшысының
тапсырма, егер де әрбір жас жұмысшы мамандығын алам дейтін болса, біз оған кәсіптік білім беріп алуға тегін қамтамасыз етуіміз қажет деп. Бұл 2025 жылға дейін жалғасын табады. Жаңа 45 мың орын мемлекеттік тапсырыс бөлінсе, біздің өңірге 1600-дан келесі 2023, 24, 25 жылдарда болса біздің кәсіптік білім алуға деген мемлекеттік тапсырыстың көлемі азаймайды. Яғни жыл сайын біз 4700 баланы кәсіптік біліммен қамтамасыз ететін боламыз. Жақсы. Енді осы кәсіптік қазір енді бұл кәсіптік техникалық мамандықтарға осы ауылдық жастардан болсын, қалалық жастар болсын, ол кісілердің осы мамандыққа сұранысын, қызығушылығын қалай оятып жатсыздар? Соған қалай әрекет етіп жатсыздар? Енді бізде әрбір білім беру ұйымы өздерінде дайындалатын мамандықтары жыл сайын мынау мектептің 7-ші, 8-ші, 9-ші және 11-ші сыныптың бітірушілеріне кәсіби бағдар беру жұмыстарын бастайды. Осы оқу жылы басталады қыркүйек айында. Қазан-қараша айынан бастап осы мектептердегі бітіруші сыныптардың оқушыларымен, одан кейін олардың ата-аналарымен арнайы кәсіби беру. Әрбір оқу орнында кәсіби беру кабинеттері, бұрыштары жабдықталған. Бірінші кезекте сол мектептің оқушыларын сол оқу орнында қандай мамандықтармен дайындайды, маман дайындайды, оған қандай жағдай жасалған, оған байланысты мынау оқу өндіріс шеберханасы, зертхана жабдықталған ба, бірінші оқу орындарына оқушыларды әкеліп таныстырады, көрсетеді. Содан кейін барып әрбір оқу орнына, мектепке барып өздері ақпарат беріп, арнайы таратпа материалдарын жеткізеді. Сонымен қоса әрбір оқу орнына қазір жұмыс беруші кәсіпорын базасында көрсетіп жатыр оқушыларға. Сол аралаған кезінде мысалы оқушылардың өздері қызығушылық танытып, мен осы оқу орнына осы мамандыққа оқысам бола ма деп уже өздерінің талпыныстарын білдіріп жатады. Әрине ол 8-ші сыныпта болса, әрі бір жыл күтуге болса, сол жыл бітіретіндер болса, бірден осы оқу орнымен байланыс жасап, оның ата-анасымен келісіп оқу орындарына қазір соңғы уақытта өйткені оқу орнына материал техникалық база жабдықталса, мұғалімдердің әлеуеті жақсы болса, сосын біз мемлекеттік колледждердің барлығына қазір күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. 20-шы жылдары біздің облысымызда 17 колледждің тікелей 15-і білім басқармасына қарайды. Біреуі Қызылорда медицина жоғары колледжі денсаулық сақтау басқармасына, спорт колледжі мәдениет және спорт басқармасына қарайды. Ал бізге қарасты 15 колледждің бүгінгі таңда 1-2-3 колледж ғана, 4 колледж ғана қалды. Қалған 11 колледжге мемлекет тарапынан бөлінген арнайы қаржыға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. Оқу ғимаратына, оқу өндіріс шеберханасына, жатақханасына. Бұның барлығы сол талапкерлерді тартуға, жастардың қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Сосын мектеп бітірушіліктер біздің өңірде ғана оқысын деген мәселе емес. Былтырдан бастап біздің мектеп бітірушіліктер кез келген облыстағы, 4 облыстағы 4 мамандық бойынша таңдап, сол облыстың бөлінген мемлекеттік тапсырыс негізінде білім алуға мүмкіндігі бар. Оның біз конституциялық құқығына шектеу. Әрине, жақсы сөзіңізге тұздық болсын. Енді жалпы 2021, 2022, 2003 жылға емес, 2020-2021 осы ақпараттық технологиялық мамандықтар, ақпараттық информационный технология мамандықтарына қанша грант бөлінді? Енді соңғы жылдары білесіз, қазір барлық салада ақпараттандыру, электронды жүйеге көшіру мәселесі қолға алынып, қарқынды жүзеге асып жатыр. Біздің білім басқармасының өзі де қазір мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, мектеп және кәсіптік білім беретін оқу орындары барлығы автомат электронды жүйеге енгізілген. Яғни соңғы уақыттарда қазір IT саласы деп жатамыз ғой. Сол IT негізі мамандық емес, IT-дегі сала. Осыған қажетті біз қазір ақпараттық жүйе техника, бағдарламалық қамтамасыз ету, одан кейінгісі есептік техникалық бағдарлама қамтамасыз ету, бағдарламашы, ақпараттық жүйе қауіпсіздігін қамтамасыз ету, техника деген сияқты мамандықтарға мемлекеттік тапсырыс бөліп, соңғы бірнеше жылдың көлемінде жыл сайын артып келеді. Мысалға 2020 жылда 100 орын бөлінсе, биылғы жылы 250-300 орынға дейін. Яғни жердегі мәселе жыл сайын осы ақпараттық жүйеге қажетті мамандарға деген сұраныс артқан сайын біз мамандыққа мемлекеттік тапсырыстың көлемі де артып келе жатты. Оның барлығы осы салаға қажетті мамандардың сосын әр білім беру ұйымынан бөлек бізде мынау
иә енді мысалы жылда 200 грант 100 грант беріліп саны артып жатыр делік иә. Енді бұл қаншалықты мысалы біздің өңірлерге дәл осы мамандық IT саласында жүретін мамандықтар барлығында айтишник болып кету керек емес қой енді, бірақ қаншалықты деймін да, бірақ бізде тас қалаушы мамандықтары мысалы сол мамандықтарының саны көп па, әлде осы технологиялық мамандықтарға берілетін енді бізде осы уақытқа дейін мемлекеттік тапсырыс 3100 орын болатын болса, оның педагогикалық мамандықтарға 300 орындай бөлініп жатыр. Медицина мамандығына 300-ге жуық. Сосын бізде мынау бір ғана мемлекеттік оқу орны бар, Қазанғабатындағы музыкалық жоғары колледж. Жоқ, Қазанғабат. Иә, музыкальный колледж. Оған да бізде жылда сол 85-88 орын тұрақты түрде. Ал енді қалған салаларға аграр сала бар, техникалық тау-кен саласы, ветеринария саласы бар, қызмет көрсету саласы бар. Жылда осы мемлекет тапсырыс сұранысқа сәйкес әр салаға 300-ден 400-ден 150-ден. Оның ішінде құрылыс саласына білесіз, біздің облысымызда жыл сайын тұрғын үйлер салынып пайдалануға беріліп жатыр. Бұның барлығы біздің тас қалаушы, сылақшы, бояушы деген мамандықтарға сұранысты арттырады. Соған сәйкес біз жылда сол 100 орын, 175 орын, 200 орынға жуық осы құрылыс саласына бағытталып жатады. Жаңа айтқан осы ақпарат жүйеге байланысты бұл сұранысқа сәйкес болғаннан кейін біз мемлекет тапсырыс орналастыруға міндеттіміз. Өйткені сол мекеме сұраныс бергеннен кейін сол 2 жыл мысалға бізде мамандықтарды дайындау мерзімі 10 айдан басталады дағыны 3 жыл 10 айға дейін барады. Егер де 9 сынып бітірген бала болса 4 жыл сол оқу орнында оқу керек. Бірінші сыныпта міндетті түрде 10-11-дің жалпы пәндерін оқиды, 10-11 бағдарламасын оқиды. Екінші курстан бастап өзінің бейініне сәйкес, мамандығына сәйкес негізгі пәндерді оқиды. Аға, енді жалпы сіздерде осы мамандық бойынша мемлекеттің бюджетінен түсіп жатқан қаражат қой, барлығы үкіметтің қаражатынан болғаннан кейін жеке оқу орындарға да мысалы гранттар бөлінеді, бұл мемлекеттік гранттар. Енді осы оқу орындарының гранттардың білім сапасын сіздерде арнайы соларға мониторинг жүргізіп, оларды қадағалап отыратын сіздерде комиссия мүшелері қаралған ба? Енді бұл жерде қаралған болса қандай топтарға? Бірден айта кетейін, білім сапасына тікелей жауап беретін бізде білім және ғылым министрлігі жағында білім сапасын қамтамасыз ету комитеті бар. Иә. Осы комитеттің әр өңірі өзінің департаменті бар. Өзі аты айтып білім сапасын қамтамасыз ету. Біздің білім басқармасының құқығында ол білім сапасына байланысты арнайы баға беру, тексеру функциясы жоқ. Біз әдістемелік көмек береміз. Ал сол департамент тарапынан сол балалардың білім сапасына байланысты арнайы жыл сайын өздері арнайы тестілеу, сауалнама жүргізу арқылы анықтап жатады. Сапасын тікелей жауап береді. Енді қалған тәрбиесіне байланысты, әдістемесіне байланысты, сосын министр тарапынан келетін түрлі тапсырмаға байланысты біз тығыз байланысты жұмыс жасаймыз. Бұл жерде жаңағы айтқан мемлекеттік па, мемлекеттік емес па, меншік нысанына қарамастан сапа бәріне бірдей. Әрине. Талап бәріне бірдей. Бұл жерде енді айта кету керек, мынау соңғы 2 жылдың көлеміндегі студенттердің талапкерлерін өздері таңдайтын болғаннан кейін бірнеше оқу орындарына, мемлекеттік емес оқу орындарына, мәселен былтырғы жылы мүлдем талапкерлер таңдаған жоқ. Бұл дегеніміз сөз, егер де 3-4 жыл қатарынан талапкерлер таңдамаған оқу орны болатын болса, ол аяқ жағында оқу орны жабылуына алып келеді. Саннан сапаға деген осы бұл бәсекелестікті қалыптастырғаннан кейін қай жерде мысалы сапа бар, қай жерде білім бар, талапкер өзі біледі, таңдайды. Сол оқу орнына барады, сол оқу орнынан жақсы білім алады сөйтіп, белгілі бір жаңағы мамандық иесі атанғаннан кейін осы өңірдің дамуына өзінің үлесін қосатын болады. Жақсы, түсінікті. Құрметті көрермендер, жақсы әңгіме өрбіттік деп ойлаймыз. Енді отырып ұзақ әңгіме айта берсек, бұл білім саласындағы көптеген жетістіктерді де айтуға болады, оның арасында кемшіліктерді де айтуға болады. Сондықтан біздің қысқа да нұсқа осы уақытқа сәйкес сіздерге жақсы ақпарат бердік деп ойлаймыз. Мүмкіндігіңіз болса, сіздердегі оқу орындарыңыздың өздеріңіздің бөлімнің, яғни білім басқармасының нақты сайттарын қосымша айта кетсеңіздер, сосын жаңағы ЕГОВ қалай тіркелетіні жөнінде кішкене қысқа да нұсқа ақпарат беріп өтсеңіздер, сонымен
тоқтатсақ. Енді білім басқармасы мемлекеттік мекеме болғаннан кейін бізде білім қорда gov.kz деген арнайы Білім орда. білім қорда Корда gov деген арнайы электронды почтамыз бар. Одан кейінгі мынау егов мысалға арқылы әрбір оқу орны еговқа мысалға бала өзінің үйіне арқылы өзінің электронды ключ арқылы кіріп сөйтіп әрбір оқу орнының өзінің сайты бар. Мысалы педагогика десе педагогика мысалы Мәметов атындағы оқу орны, соған оқу орнына кірген кезде ол кісілердің электронды платформасында тұр, қай мамандық бойынша қанша орын мемлекеттік тапсырыс бөлінді, барлығын көруге болады электронды түрде. Енді сол жерде отырып Ақтөбе облысындағы, болмаса Нұр-Сұлтан қаласындағы, Алматы қаласындағы оқу орнын таңдай алады. Бірінші осы біздің облыстағы болмаса басқа оқу орындарында оған шектеу жоқ. Ешқандай интернеті болатын болса, кеңістік үйінде отырып құжатын тапсыра беруге болады. Оқу орнына келуге де болады, келмеуге де болады. Енді біз енді жаңа сөзім бағана ойымда болған, негізі осы сұрақты қойғым келіп отқан. Жалпы бізде педколледждерде енді педагогикалық мамандық беретін оқу орындарында, сосын жеке колледждердің жатақхана мәселесі көбіне толыққанды шешілген деп айтуға болады да. Енді мынау кәсіптік, енді біз айтып отырмыз ғой, әлеуметтік қамтылған 9 квота бойынша деп, бұның барлығы әрине дұрыс, бірақ дегенмен де енді ол біздің қалада оқып жатқан оқу орындарындағы кәсіптік білім алатын балалар, мысалы Қармақшыдан, Қазалыдан, Аралдан, әркім өзінің қызығушылығы бойынша түседі ғой. Енді әр отбасы әртүрлі ғой. Оларға мысалы қандай мүмкіндік сіздердің алдағы уақытта жоспарларыңызда бар ма осы жатақхана мәселесі? Енді жаңағы айтқан 30 колледждің 19-ы Қызылорда қаласында орналасқан, 19-ның 11-і жекеменшік және 8-і мемлекеттік. Осы енді өзіңіз айтқан педагогика колледжінде, музыкалық колледжінде, медицина колледжінде, агроколледжде жатақханамен толық қамтамасыз етілген. Сосын бірнеше жекеменшік оқу орындары бар. Мысалға Болашақ медицина колледжінде, Болашақ жоғары колледжінде, Орда колледжінде, Өркениет колледждерінде, Абылайхан колледждерінде өздерінің жатақханалары бар. Тағы айта кететін мәселе, 2020 жылы осы Қызылорда қаласында Сұлтан Бейбарыс көшесінде жеке кәсіпкер сүйеніш 414 орынды жатақхана салды. Пайдалануға берді. Сосын орталық халыққа қызмет көрсету корпорация, сол дейміз ғой, соған қарама-қарсы 2019 жылы Ділмаш деген жауапкершілігі серіктестігі 330 орынды, одан кейін 2021 жылы 170 орын жатақхана пайдалануға берді. Болашақ университетінің жанында 2 колледж бар. Ол Болашақ колледжі 2020 жылы 372 орынды бір жатақхана, 2021 жылы 444 орын жатақхана берілді. Қарасаңыз, осы 3-4 жылдың, 2 жылдың көлемінде 900-ден астам орын жатақханаға берілді. Енді толыққанды Қызылорда қаласындағы оқу орындарына түсуші талапкерлерді жатақханамен қамтамасыз етуге ешқандай кедергі мәселесі жоқ. Біздің кәсіптік біздің жаңағы Ықсан өзіміз сол енді жұмысшы мамандығын дайындайтын бірнеше оқу орындары, мысалға орталықта орналасқан құрылыс және бизнес колледжі бар, Қызылорда политехникалық колледжі бар. Бұл жұмысшы мамандығын дайындайтын оқу орындарына арнайы жаңағы айтқан Сағи Сүйеніш ағамыз жеке кәсіпкер салған 400 орынды жатақханаға орналастырдық. Сол жаққа барып, жатақханаға август айында өтініш білдіреді, 30-31-іне. Сөйтіп қыркүйек айының 1-інен бастап жаңадан салынған жатақханаға балаларды орналастырып жатыр. Ол мемлекеттік болсын, ол жекеменшік болсын, оған шектеу жоқ. Ақылы негіздеме бар. Бұл жерде енді кәсіпкер тарапынан коммуналдық кететін шығындары бар. Оған енді әр бала бір айда 6.000 теңге, 8.000 теңге ғана қаражат төлейді. Әйтпесе тегін жатақханамен қамтамасыз етіледі. Құрметті көрермендер, бүгін жақсы бір ақпаратпен сусындалдық. Маған жалпы ұнап отырғаны осы жатақхана мәселесі өте жақсы ұнап отыр. Өйткені көп біз білеміз, ата-аналар әрине баласы үшін бірінші алаңдайтыны және болашақта қандай мамандық болып иесі болып шығатыны. Бірақ енді құрметті достар, сіздерге айта кететін жағдай, бұл мамандықтың ешқандай жаманы жоқ. Кез келген мамандықты игерсеңіздер, сол мамандықтың
мамандық арқылы жетістікке жетуге болатынын әлбетте сезінуге болады. Рахмет жаңағы арнайы уақытыңызды бөлгеніңізге. Біз сияқты азаматтармен еркін біздің тәуелсіз алаңымызға шығуға енді бүгін ресми болып қалды енді. Асық стол, оның үстіне сіздің қазір түскі ас уақытыңызды алып отырмыз. Жалпы алдағы уақыттарда жақсы жетістіктерге жетіп, жақсы гранттар саны артып, жақсы мамандарды даярлай білуіңізге шын жүректен тілектеспін. Рахмет. Сізге де рахмет. Жақсы, үлкен рахмет.